Түркістан қалалық емханалары халықты заңсыз тіркеп алу туралы өткен сандарымызда айтқан болатынбыз. Содан бері хаттар мен қоңыраулар редакциямызға толассыз түсуде. Соның бірі Әли Нышанов деген азамат. Толығырақ өз сұхбатынан біліңіздер. Құрметті Қазақстан азаматтары, қала тұрғындары және мынау Түркістан облысы жұрты, мені өзім Қазақстанға еңбек сіңген заңгер ретінде бұрынғы құқық қорғау органының ардагерімін, соғыс ардагерлеріне тегістелген 2-ші топ мүгедегімін. Мынау Түркістан қалалық емханасында 9 дәрігердің профилактикалық есебінде тұрамын. Ол қалалық емхана мен орталық аурухана қызметкерлері бірінші рет менің өмірімді сақтап қалған. Мен оларға үлкен ризашылықпен қараймын. Мына соңғы 8 жылда осы емхана мен орталық ауруханада жаңағы науқастардың мұқтажына ізгілікпен қарау, солардың жаңа уақытлы сапалы медициналық қызмет алу және тегін медициналық көрсету қызметтерінен жаңа өздеріне дұрыс көзқарас қалыптастыру, жаңағы стационарлы түрде ауруханаларға жату үшін жолдамаларды уақытылы алу жөнінде мен біраз тер төккем. Мені осы Түркістан қаласының көп азаматтары біледі және осы ауруханалардағы барлық дәрігерлерді түгелдей танимын, олардың кемшіліктері мен жетістіктерін жақсы білемін деп айтсам болады. Мен өзім бірнеше республикалық құқықтық газеттің меншікті тілшісімін. Жаңа мына көріп отырсыздар, жемқорлық және заң, С-информ деген газеттер бар, Еркін ой деген газеттер бар, біраз мақалаларым жариялы болған. Сонымен қатар жаңағы орталық билік пен президент әкімшілігі, Қазақстан Республикасы үкімет әкімшілігі, жаңа парламент депутаттарымен тығыз байланыста осы мемлекет басшысының сыбайлас жемқорлықпен күресу саясатын жүзеге асырып жүрген науқаспын. Жасым 62-ге келді. Ауыр науқасыма қарамастан осы кәсібилік және өмірлік тәжірибеммен халықпен бөлісіп, құқықтық сауаттандыруға атсалысып жүрген азаматтың бірімін. Енді бүгін мынау 4-ші ақпан 2019 жылы Түркістан қалалық емханасына барып, денсаулығыма байланысты кардиология бөліміне барып, стационарлы емделуге анализ тапсырайын деп жатсам, мені ол жерден тіркеуден алып 1 январ 1 қаңтар 2019 жылдан бастап аймақтық учаскелік терапевт дәрігер Махметова Дилдар деген адамның жаңағы жалған қызметтік құжатымен мені тіркеуден шығарып, Түркістан қаласында орналасқан халықаралық Қазақ-Түрік университетінің клиникалық диагностикалық орталығына тіркеп жіберіпті. Мен қалай айтсам екен, қазіргі таңда осы Түркістан қаласында осындай облыстық орталық болғаннан кейін көп әлі де өз шешімін таппаған проблемалар көп, халықтың наразылығын тудырып жатқан. Сонымен қатар мынау жаңағы облыстық денсаулық сақтау басқармасының басшысы Мұқан Егізбаев, оның орынбасарлары Сапарғалиева, Жәукімовалардың үстінен қылмыстық іс қозғату, сосын жаңағы соттың бұрынғы жекеше қаулылары бойынша қылмыстық істері заңсыз тоқтамға алған адамдар шешімін таппаған, сонымен қатар облыстық тәртіптік кеңестің жаңағы шешімдерімен лауазымды орнынан босатылған адамдар әлі күнге дейін ебін тауып, қайтадан жоғарғы лауазымды басқару функциясы бар өкілеттіктерде иеленіп жатқан жағдай бар. Бұл жөнінде парламент депутаттары, президент әкімшілігі мен үкімет әкімшілігі, сала министрі Біртан Елжанов хабарланған, облыс әкімі хабардар, қазір жауабын күтіп отырмыз. Ал енді бүгінгі таңда мен өзім денсаулығыма байланысты Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау саласы мен жүйесі туралы жаңағы заңнамаға сәйкес әрбір науқас, кез келген Қазақстан азаматы, Қазақстан территориясында орналасқан кез келген медициналық ұйым мен мекемені және дәрігерді таңдауға және шетел Қазақстанда қызмет медицина саласында істеп жатқан жаңағы шетел азаматының кеңесін алуға, соны таңдауға құқығы бар. Менің келісімсіз, менің рұқсатымсыз, бас дәрігер, емхананың бас дәрігері Мұса Ходжаеваның рұқсатынсыз алғанда мені сол жаққа аударып жүрген. Мен енді сақалды басыммен сапсиып, сол жерге бардым, тентіреп, таңертең 7-тен бастап. Қазір үстім шылқылдап суық болып кетті. Әр 50 метр жүрген сайын жүрегімді қысады. Өзім ауыр науқаспын. Сонда бұл қалай бұл? Мұндай оқиғалар көбейіп кетті қазірде. Жаңағы барып емхана басшысы Мұса Ходжаева Камагүл Мадиевнадан сұрасам, ол кісі айтады, ол кез келген жеке меншік медициналық кәсіпорындар өздеріне сөйтіп аудара береді. Қалай аудара береді? Мемлекеттік құзырлы мекемеде мен тіркелудемін, арнайы тіркеудемін. 9 дәрігерде.
Ол дәрігерге мен өзімнің денсаулығымды сеніп тапсырғанмын. Олар менің өмірімді бірінші рет алып қойған. Сонда қалай мен кез келген адам сыртымнан көшеде кетіп бара жатқан шошқа сияқты мұрнымды анау окольцовать етіп, шынжырмен жетектеп кете беремін? Қалай болады сонда? Или мемлекеттен бөлініп жатқан қаржыны игеру жөнінде бұл облыстық денсаулық сақтау басқармасының басшысы Егізбаев Мұханның тактикасы ма? Оның да жаңағы кадрлық ресурстарды теріс пайдалану, мемлекеттің қаражатын аса ірі көлемде талан-таражға салу фактілері бойынша, сосын мынау жаңағыдегі науқастардың жансақтау медициналық құрал жабдықтарын мақсатсыз жұмсау жөнінде көптеген дәлелді материалдар қазіргі таңда облыс бойынша сыбайлас жемқорлықты жою, сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл департаментімен қаралып жатыр. Мемлекеттік кіріс департаменті жолданған, облыстық прокурордың назарында, мемлекет президент әкімшілігінің назарында осындай тіркеулер болып жатыр. Қазір сол емхана бас дәрігері Мұсақожаеваның атына және Түркістан қаласының прокуроры Абдраимовтың атына мінекей установлено арасында арыз өткізіп, тіркеткізіп, мынау прокуратураның талабы, мынау жаңағыдегі емхананың бүгінгі 4 ақпан 19 жылғы жаңа кіріс нөмірімен тіркелген арызы, мынау енді жаңағыдегі бүйтіп жазыпты: хочу быть открепленным. Яғни мен Түркістан қалалық емханасынан өз еркіммен мені тізімнен шығарыңдар деп жалған құжат толтырған менің атымнан. Мына жерде регистратор Махметова Дилдар деп нөмір 2 аймақтық дәрігер терапевт Махметованың атын жазылған. Ал енді қараңыз, сол жерде менің тегеурінді талабым бойынша мына база данных дейді, АИС автоматизированный информационный система дейді. Содан менің еркімнен тыс жаңағыдегі халықаралық Қазақ-Түрік университетінің клиникалық диагностикалық орталығына тіркеп қойыпты. Сонда қалай бұл? Сала министрі, өзім ерекше қадір тұтып жүрген қоғам қайраткері Біржан Елжан Біртанов, мен облыстың денсаулық басқармасының басшысынан ол адам деп санауға болмайды, өйткені ол әбден мал болып кеткен адам қадірін жоғалтқан адам. Біз кезінде ол кісінің приемына да кірем деген кезде сол жерде жабылып, менің қолымды қайырып, кеудем тола орден, медаль, балдағым бар, өзім кеудем қысып барады. Сол жерде мені айуандықпен есіктен жұлып, ар жағында жаңа Егізбаев шошқа сияқты шыңғырғаны бар, кезеңге қара деп. Көргенсіздеріне қой деп айтуға. Бұл денсаулық сақтау саласындағы бұл случайный қыстырылып жүрген адамдар ешкімге пайдасы жоқ, ешкімге ем, дом емесі халықтың игілігіне бір игі іс-әрекет әкелмейтін адамдардың бізге қажет не? Бұлардың бәрін тазарту қажет. Сала министрі Елжан Біртанов, сізден тікелей сұранамын, және Қазақстан Республикасы вице-премьер-министрі Дариға Нұрсұлтанқызы Назарбаева ханым, сіздің жаңағы өзім жоғары лауазымды тұлға екеніңізді, сосын жаңағы сіздің қазіргі үлкен қоғам қайраткері ретінде сізден жалынып сұраймын. Мені қайтадан Түркістан қалалық емханасына қайтадан тіркеткізуді және осы іс-шараларға заңсыз жол берген адамдарды тікелей жауапкершілікке тартып, лауазымды орнынан аластатуға. Осы істерге тағы бір қосымша мәлімет. Сол жерде сарапшы терапевт дәрігер жаңағы кім Әлиев Молдабай деген кісі осы істерге жауапты екен. Жаңағы емхана бас дәрігері Мұсақожаева өзі виза қойып, сол кісіге непосредственно тапсырды. Ал енді ары қарай қалай болады? Маған айтады, сіз дейді паспортыңызбен барып Түркістан қаласында орналасқан халықаралық Қазақ-Түрік университетінің клиникалық диагностикалық орталығына барып, сіз жерде паспортыңызбен барып, арыз жазып, қайтадан бері қарай келіңіз дейді. Бұл машақаттың маған керегі не? Мен өзім заңгермін, республикаға еңбек сіңірген заңгер. Қазақстан бойынша азаматтық және қылмыстық процестік басқа да заңнамалармен халықтарға көмек қолын созып кеңес беріп жүрген адаммын. Мен көзім бақыр айтып қойып, маған сондай әңгіме айтады. Бұл случайный адамдар ғой, олар қашан пенсияға шыққан, ана жерде ашка притариться дейді. Босқа отырған адамдар, бір лауазымды бір тұлғаның орнын занимать етіп отырған адамдар. Значит, яғни Егізбаев өзінің келесі жемқор қызметкерін сол жерге тағайындау үшін бұл штатный единицалар уақытылы ұстап отыр деген сөз бұл. Түсіңіз ба? Ол прокурор Абдыров мырза, сіздің де назарыңызды осыған аударамын. Егер тиісті шара қолданбаған жағдайда үкіметке және мемлекет басшысына және парламент депутаттарына тағы да ұсынысымен шығамын деп ескертемін сіздерді. Тез арада шара қолдануыңызды сұраймын.
Менің аты жөнім Нышанов Али Жандәулетұлы. Қазір мен 62 жастамын. Соғыстардан теңестірілген екінші топ мүгедегімін. Сол Түркістан қалалық емханасында 9 дәрігерде ауыр науқасына байланысты диспансерге есепте тұрамын.